Қазір мен сіздерге чат копилка қалай ашып, оған информацияны қалай сақтауға болатынын көрсетемін. WhatsApp-қа кіреміз. Мысалы, мен орыс тілде шаблондарға копилка жасағым келеді. WhatsApp-қа кіреміз, үстінде 3 нүкте бар, соған басамыз. Новая группа деген бар. Таңдаймыз. Енді группаны ашу үшін бір адамды қосу керек. Ол үшін бір адаммен ақылдасып қоясыңдар. Группаға қосам, сосын сені алып тастаймын деп. Так. Бір адамды қосайық. Мысалы. Енді группаны мен мысалы шаблоны на русском деп қоямын. На русском языке. Группа ашылды. Енді осы қосқан кісіні удалите деп алып тастайсыз да, осы группада өзіңіз жалғыз қаласыз. Енді мына группаға керек шаблондарды сақтаймыз. Так. Мысалы, қазір бізге чатқа жіберді орысша шаблондар. Енді мен бұлай басамда, өзіме керек шаблондарды бұлай басам. Мына жерде мындай стрелка бар, соған басамда переслать деген шығады. Жаңағы чат копилкама жіберемін. Шаблон на русском языке. Жіберемін. Енді керек шаблондар осы копилкада болатын. Керек кезде мен іздеп отырмай, осы копилка чатымнан алып отырамын.